Үймен автокөлікті несиеге емес, лизингке рәсімдеу. Мәжіліс депутаттарының қарауына бүгін осындай жаңа заң жобасы ұсынылды. Жобаны таныстырған депутат Татьяна Савельеваның айтуынша, мұндай лизингті жеке кәсіпкер ретінде саналмайтын азаматтарға ғана беру көзделіп отыр. Пәтер, үй немесе көлікті олар кейін сатып алу құқығымен жалға ала алады. Лизинг механизмін мәжілісмен әлі де талқылаймыз деп ашық айтпады, тек ислам қаржыландыру жүйесіне ұқсас болады деді. Заң жобасына қатысты үкімет мүшелері мен депутаттар өз ұсынысын әлдеқашан айтқан. Өте дұрыс деп есептеймін, себебі бұл енді лизинг несиеге қарағанда жеңілдеу ғой. Сіз мүлікті аласыз да, соның қаржысын бөліп төлеп отырасыз. Сондықтан бұл лизинг мына заң тұлғаларға бар. Енді жеке тұлғаларда, мысалы, көлік алатын болса, мысалы, үй алатын болса, жылжымайтын мүлік алатын болса, лизинг алуға болады. Жақсы заң деп мен өзім есептеймін, қолдаймын.